Өткен айдың 14-ші күні Шымкентте ізім қайым жоғалып кеткен Бәйдібек Ақмырзаұлы өкінішке қарай өлі табылды. Марқұмның қалай көз жұмғаны әзірге белгісіз. Полиция қылмыстық іс қозғап, өлімнің толық мән-жайын анықтап жатқанын хабарлайды. Алдын ала мәлімет бойынша азамат зорлық-зомбылық белгілерімен ажал құшпаған. Әлеуметтік желіде өзіне қол салды деп желдей тарап жатқан ақпар құқық қорғау органдарымен расталмады. Қазіргі таңда полицейлер кешенді тергеу іс-шараларын жүргізіп жатыр. Жоғалған азаматтың өлімі бойынша полициямен қылмыстық іс қозғалды. Алдын ала мәлімет бойынша зорлық-зомбылықпен өлім белгілері анықталмады. Оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған тергеу іс-шараларының кешені өткізілуде. Еске салсақ, Бәйдібек Ақмырзаұлы Ордабасы ауданынан қалаға жүргізуші куәлігін алуға келген болатын. Кейін сағат 14:37 шамасында досын әуежайдан шығарып салған соң қоғамдық көлікке отырған. Арада бірнеше уақыт өткенде Қатын көпір аялдамасы маңында 15:22-де оның бірінші ұялы телефоны сөніп қалған. Ал сағат 16:00-де екіншісі өшкен. Соңғы рет ол әкесімен желі арқылы сөйлесіп, ауылға қайтатынын хабарлаған. Содан бері хабар ошарсыз кеткен.